Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 59-шы сабақ зиянды әдеттің әлегі тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма. Тышқан қыз қайтадан адам қалпына келу үшін не істейтінін болжа. Балалар, тышқан қыз қайтадан адам қалпына келу үшін әдепті бола бастайды. Ол тырнағын кеміруді қояды, әкесінің айтқанын тыңдайды, жақсы әдетке үйренеді. Бұдан былай ол әкесінің айтқан тілін алатын болды. Екінші тапсырма, ертегінің жалғасын оқы. Сарай аспазы сыртқа шығып, мысыққа сүт құяды. Мысықты көрген тышқан қыз тағы да қаша жөнеледі. Мысық сүтті тастай салып тұра қуады. Тышқан қыз ұзақ қашады. Бір кезде ол жартастың тасасына жасырынады. Шаршаған тышқан қыз сол жерде ұйықтап кетеді. Бір кезде көзін ашады. Тастың үстінде өзіне қарап отырған қарлығашты көреді. Тышқан қыз жылап, қарлығашқа өзінің бастан кешкендерін айтып береді. Қарлығаш оны аяп, мен сені сиқыршы кемпірге апарайын дейді. Олар таудың ертегінде тұрған лашыққа келеді. Алдарынан бір кемпір шығады. Кемпір, сендердің не үшін келгендеріңді білемін дейді. Тышқан қыз: әжетай, мен әкемді тыңдамадым, сондықтан осындай халге түстім, маған көмектесе көріңіз, дейді ағыл-тегіл жылап. Жарайды, өз қатеңді түсінген екенсің, маған жақын кел дейді кемпір. Сиқыршы тышқан қыздың денесін қолындағы орамалмен жауып қайта ашады. Қыз өзінің бұрынғы қалпына келе қалады. Ханшайым алақайлап қатты қуанады. Қызды әкесі таба алмай, уайымдап отыр екен. Ол есіктен кіріп келгенде қуанып қалады. Енді мен ешқашан тырнағымды кемірмеймін дейді ханшайым. Балалар, бұл ертегінің авторы Әсел Әділбекова. Ізден. Үшінші тапсырма. Ертегіде қиял ғажайып оқиға бар ма? Иә, балалар, ертегіде қыздың тышқанға айналып кетуі, сиқыршы кемпірдің көмегімен қайта қызға айналуы қиял ғажайып оқиға болып табылады. Төртінші тапсырма бағала. Ертегі қалай аяқталды? Саған ұнады ма? Иә, ертегінің аяқталуы маған ұнады. Себебі қыз өз ісіне өкініп, жылап отырғанда, оған қарлығаш келіп, оны сиқыршы кемпірге апарады. Ал сиқыршы кемпір оны қайтадан адам қалпына келтіріп, оған үлкен көмек көрсетеді. Сөйтіп қыз үйіне келіп, әкесімен қауышады. Және әкесіне өзінің бұдан былай тәртіпті қыз болатынын айтып, уәде береді. Ертегі осылай аяқталады. Маған ертегінің осылай аяқталуы қатты ұнады. Бесінші тапсырма. Ертегідегі жағымды кейіпкерлерді ата. Балалар, бұл ертегідегі жағымды кейіпкерлер патша, ханшайым және де қарлығаш. Мақалдарды көшіріп жаз. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Балалар, бойларыңызда жаман әдет болса, қазірден бастап аулақ қылыңыздар, яғни ол әдеттен жиреніңіздер. Қорытындыла. Жетінші тапсырма. Өзіңнің бойыңдағы қандай зиянды әдеттен арылғың келеді? Балалар, мен бұл әдетті сіздердің аттарыңыздан жаздым. Мысал ретінде осылай жазсаңыздар болады, немесе өздеріңіздің қандай әдеттеріңіз бар, арыла алмай жүрген сол әдеттеріңіз жазсаңыздар болады. Мысалы, мен өз бойымдағы жаман әдеттен арылғым келеді. Кейде еріншектік жасап, тапсырманы кейінге қалдырамын. Алдағы уақытта уақытымды дұрыс пайдаланып, бұл әдеттен арылғым келеді. Үй тапсырмасы. Ертегі мазмұны бойынша тышқан қыздың жолын сызбамен бейнеле. Үй тапсырмасы, балалар, ертегі мазмұны бойынша тышқан қыздың жолын сызбамен былай белгіледік. Бірінші сурет түрінде адам қыз болады, одан кейін тышқан болады, одан кейін жаман әдеттен арылып, қайтадан адам болып келеді. Бұны біз сурет түрінде осылай бейнеледік. Ал енді сіздер дәптерлеріңізге былай жазсаңыздар болады. Бірінші адам қыз,
одан кейін тышқанға айналды, одан кейін қиындық көрді, қателігін түсінді, жаман әдеттен бас тартты, қайтадан адам болды деп осылай жазсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.